Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін сырники дайындаймыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. 500 грамм творогты шұңғыл ыдысқа салып, менде қолдың творогы. 2 жұмыртқа саламыз. 5 ас қасық шекер салдым. Одан да тәтті болған қаласаңыздар, 6-7 қасық салсаңыздар болады. Және ең соңында 4 ас қасық ұн салдым. Осының барлығын енді блендермен жақсылап езіп аламыз. Бір келкі болу керек. Міне осындай масса шығу керек. Творогтың құрғақ болғаны дұрыс. Сулы болса, ол қолға жабысып, дұрыс шықпайды. Жабыспас үшін ұн себеміз. Қолымызға да ұн жағамыз. Себебі қолымызға жабысып, формасы дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Осылай қолмен дөңгелектеп, екі шетінен әдемі домалақ форма жасаймыз. Осы сырниктердің ингредиенттерін описанияға қалдырып кетемін. Описанияға қарасаңыздар, тағы да басқа түрлі менің дайындаған тағамдарымның сілтемелері тұрады. Ашып, көріп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Міне сырниктердің формасын дайындап болдық. Енді табаға сары май салып, ерітіп, майды аз мөлшерде салған дұрыс, өйткені қатты майлы болып кетсе де дәмі әдемі шықпай қалады. Осылай орналастырамыз табамызға. Бетін жауып пісіреміз. Бір беті піскеннен кейін екінші бетіне аударып, тағы да бетін жауып пісіріп аламыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап беремін. Міне сырниктерде дайын болды. Осылай сгущенка құйып жесеңіздер өте дәмді шығады. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.